Армысыз, әулеталық әлеумет эфирде қоғам және заң бағдарламасы. Бүгінгі хабарда ұлт жоспары 100 нақты қадамда айқындалған кәсіби мемлекеттік аппарат құру жолындағы өңірімізде атқарылып жатқан жұмыстар жайымен таныстыратын боламыз. Ендеше арнамен бірге болыңыздар. Елімізде 100 нақты қадам жүзеге асса, мемлекеттік қызметтің сапасы жақсарады. Өйткені ел дамуын айқындаған жобада кәсіби мемлекеттік аппаратты жандандыру жұмыстарына баса назар аударылған. Сол тапсырмаларды сәтті жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өз жұмыстарын бастап кетті. Мемлекеттік қызметші болу өзге сала мамандықтармен салыстырғанда әлдеқайда жауапкершілігі зор. Өйткені күнделікті атқаратын жұмыс тікелей халықпен тығыз байланысты. Бүгінде облыста 6000-ға жуық мемлекеттік қызметші бар. Олар өз қызметтерін мінсіз атқарумен қатар, жеңішінен жалғасқан жемқорлықтан аулақ болуы шарт. Елбасының ел дамуы жолына арналған 100 нақты қадамына қоғам дертіне қарсы тұрудың тың тетіктері 13 қадамда айтылған. Ал ол міндетті жүзеге асыру мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіне жүктелген. Бұл бағытта департамент ішінде құқық бұзушылықтар мен жемқорлықтың алдын алуда жүйелі жұмыс істейтін бөлімдер құрылған. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мемлекеттік қызмет туралы заң жобасына өзгерістер енгізуде, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің қызмет этикалық жаңа кодекс жобалар дайындалуда. Бұл жоба нені білдіреді? Яғни мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметті атқару барысында қойылатын талаптары, сондай-ақ олардың жүріп тұруы, өзін өзі ұстауы сияқты халықпен байланыстағы іс-қимылы, сондай-ақ жұмыстан тыс уақыттағы мемлекеттік қызметшілердің өзін өзі көпшілік қоғам орындарында ұстау. Яғни мемлекеттік қызметші тек мемлекеттік қызметті ғана атқармай, сондай-ақ көпшілікке, халыққа, бұқара халыққа үлгі болу тетіктерін ұсынады. Жалпы мемлекеттік қызметші адал, әділ, сатылмаушылық принциптерін ұстану қажет деп есептеймін. Этикалық кодекс, мемлекеттік қызметшілердің этикалық кодексінің жобасы қазір таңда дайындалды. Жобаның ерекшелігі бұл мемлекеттік қызметшілердің статусын көтереді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшілердің жұмыс істеу барысына көптеген тиімділігін алып келеді. Елбасы ұсынған 100 нақты қадамның 15 бөлімінде кәсіби мемлекеттік аппарат құрудың қарекеті қарастырылған. Осы үлкен жобаның алғашқы бөлімі кәсіби мемлекеттік аппаратты құруға арналған. Осыған сәйкес мемлекеттік қызметке қабылдау төменгі лауазымнан басталуы тиіс. Бұл дегеніміз басшылық деңгейге жетпес бұрын әр қызметкер белгілі бір сатылардан өтіп, біліктілік дәрежесі жоғары болады. Мемлекеттік қызметкерлерді конкурстық түрде іріктеу бұл кәсіби білікті аппарат құру жолындағы алғашқы кезеңдердің бірі. Бұл тәжірибені енгізу халық қызметшілерінің еңбегі мен жұмысын әділ бағалауға сеп болмақ. Сондай-ақ тұрғындардың мемлекеттік қызметкерлерге деген сенімінде арттыра түспек. Ұлт жоспары бұл ел дамуы бағытындағы жаңа бетбұрыс. Бүгінгі жаһандық қауіп-қатерлерге қазақстандық жауап. 100 нақты қадам мемлекетімізге дамыған 30 елдің қатарына енуіне көмектесіп, әлемдік аренадағы өз орнын нықтауға сеп болады. Жалпы жоспар негізіндегі бірінші реформа аясында мемлекеттік қызметке қабылдау дәстүрін жаңғырту қарастырылған. Бүгінгі күнде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресудің жаңа тәжірибелері жүзеге асырылып келе жатыр. Бүгінгі күнде тек қана заңнама негізінде емес, осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2015-2025 жылдарға арналған стратегиясы негізге алына отырып, халық арасында, жалпы мемлекеттік қызметшілер арасында, кәсіпорындар мен өзге де мекемелер, үкіметтік емес ұйымдардың арасында түсіндіру жұмыстары кеңінен насихатталып жүргізілуде. Департаменттің арнайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттандыру және жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау бөлімі тарапынан халықтың арасында жемқорлыққа қарсы
төзбеушілік принципін қалыптастыру мақсатында сауалнамалар алынуда, олар зерттеліп, тиісті жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Сонымен қатар бүгінгі күнде әлеуметтік сала деп айтамыз, білім саласы болсын, денсаулық сақтау салалары, мына өзге де тиісті салаларда халықтың арасындағы туындаған түрлі мәселелер бойынша біз арнайы зерттеу жұмыстарын жүргізіп, оның алдын алу шараларын, оның былайша айтқанда туындау мәселелерін анықтап тиісті жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар бүгінгі күнде халықтың арасында әлі де сауаттылық деңгейі, құқықтық сауаттылық деңгейі айтарлықтай жоғары деңгейде емес. Сол себепті біз арнайы болса жастардың контингентінен бастап, яғни оқу орындарында түрлі түсіндіру жұмыстарын, тренингтер, кездесулер, сонымен қатар мемлекеттік органдарда осы мәселе бойынша туындаған кейбір кемшіліктердің алдын алу мақсатында дөңгелек үстелдер, семинар кеңестер жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар мынау жуырда ғана біз Мерке ауданында арнайы жас мемлекеттік қызметтегі басшылардың қатысуымен 3 күндік семинар тренинг жүргізген болатынбыз. Енді бүгінгі күнде мемлекеттік қызметтегі жас басшылар өзінің қызметінде қателік жібермес үшін осы қарамағындағы қызметкерлердің өзіне де жемқорлыққа қарсы сауаттандыруды олар өз тараптарынан да кеңінен жүргізетін болды. Алдағы уақытта бұл жұмыстар кеңінен жалғасады. Өйткені біз тек қана бүгінгі күнде басым бөлігі деп айтамыз, қаланың тұрғындарын қамтып жатсақ, алдағы уақытта осы аудандар, ауылдың азаматтарын осы құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша, жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мәселелері бойынша жұмыстарды жалғастырады. Нәтиже бар ма? Нәтиже әзірге жоқ. Өйткені біздің департаменттің қайта құрылымдап осы жұмысты жүргізіп жатқанына жарты жыл уақыт болды. Біз жарты жылдың ішінде жұмыстың бағытын айқындадық. Оны былайша айтқанда қандай контингенттердің арасында жүргізуіміз керек, қандай тәсілдер мен әдіс тәсілдердің бәрін осы айқындап жұмыстарды былайша айтқанда өз бағытымызға айқындадық. Алдағы уақытта нәтижесі беретін болады. Мәселен, мемлекеттік қызметшілердің еңбек ақысы қызметінің нәтижесіне қарай өсіп отырады. Еңбек ақыны нәтиже бойынша төлеуге көшу тәртібі енгізіледі. Мемлекеттік қызметкер үшін жеке жылдық жоспар орындау, мемлекеттік мекеме үшін стратегиялық жоспарды орындау, министрлер мен әкімдер үшін мемлекеттік қызмет сапасының арнайы индикаторы, өмір сүру сапасы, инвестиция тарту, үкімет мүшелері үшін интегралдық макроэкономикалық индикатор. Сондай-ақ мемлекеттік қызметті ашық және бәсекеге қабілетті жүйеге айналдыру үшін шетелдік менеджер, жекеменшік сектордың жекелеген маманы, халықаралық ұйымның қызметшісі болып табылатын еліміздің азаматы мемлекеттік қызметке жіберіледі. Үшіншіден, мемлекеттік қызметтің жаңа этикалық кодексі жасалады. Әдеп мәселесі жөніндегі уәкілетті өкіл лауазымы көрініс табады. Осылардың барлығы мемлекеттік қызмет туралы жаңа заңнан көрініс тауып отыр. Бүгінде мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы мемлекеттік қызмет беру саласындағы сапаны жоғарылатуға ерекше көңіл бөліп келеді. Бұл бағытта атқарылып жатқан жұмыстар да аз емес. Работу профессиональных государственных служащих. Бұл бағдарлама кәсіби қызметкерлерді әрдайым өз деңгейінде ұстап тұруына сеп болады. Қанша уақыт жұмыс істесе де, әрқашан оқып, біліктілігін арттыру қажет. Бұл жерде қызметкерлердің өздерін жайлы сезінуі маңызды. Осы тұста тұрғын үй мәселесі өзекті. Бұл жайтта бағдарламада қаралған. Жоспарды орындауда алдымен мемлекеттік қызметкерлер алда болып, үлгі көрсетуі тиіс. Өйткені мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырушы да, қадағалаушы да мемлекеттік қызметкерлер. Сондықтан оларға жүктелер жауапкершілік жоғары. 100 нақты қадам бұл жаһандық және ішкі сын қатерлерге жауап және сонымен бір мезгілде жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 30-ығына кіру жөніндегі жоспары. Оның ерекшелігі барынша тез қабылданып, атқарылатын жұмыстардың қарапайым халыққа түсінікті және нақты белгіленуінде. Мұнда белгіленген басым бағыттарды орындау мемлекеттік аппарат, басқа да сала қызметкерлері, жұртшылық өкілдері және жалпы халықтың міндеті. Қазіргі таңда қоғамда мемлекет басшысының Нұр Отан съезінде қабылданған 100 қадам және 5 институционалдық реформа ұсынысы талқыланып жатыр. Оның енді негізгі міндеті мемлекетке кәсіби
мемлекеттік қызметші дайындау мәселесі. Енді мемлекетке баға беретін, негізгі баға беретін, халықтың мемлекетке баға беретін негізгі міндет ол мемлекеттің халыққа көрсетіп жатқан қызметі. Себебі жаңағы көрсетілетін қызметтер ол енді адам туылғаннан бастап мемлекетпен байланысы тығыз. Жаңағы туудан басталып, жаңағы туу куәлігі, неден кейін оқу орнына беру, балабақшаға орналастыру, жаңағы жәрдемақы төлеу мәселесі, оның бәрі көрсетілетін мемлекеттік қызмет. Сондықтан да қазіргі таңда мемлекет басшысымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге өте назар бөлініп отыр. Сол себептен болар агенттіктің тапсырмасы бойынша ағымды жылдың осы жарты жылында департамент тарапынан 4 министрліктің 4 министрліктің осы жердегі жергілікті құрылымдарында тексеру жүргізілді. 12 департаментіне. Оның тексеру барысында департамент қызметкерлерімен көрсетілетін қызметтің сапасына дұрыс болмағаны, төмен болғандығы, мерзімін бұзғандығы және мемлекеттік қызметшілер тарапынан келушілерге қызмет алушылардың артық құжат сұрау фактілері орын алды. Олар бойынша жаңағы департамент тарапынан тиісті мемлекеттік органдың барлықтарына ақпараттық хат жолданды және облыстық қоғамдық кеңесінде заң талаптарын бұзған мемлекеттік орган қызметкерлерінің жауапкершілігі қаралды. Қалай болғанда да әр жоспар жоба орындалу мен құнды екендігі талас тудырмайтын ақиқат. 5 реформаның біріншісі кәсіби және автономиялы мемлекеттік аппаратты қалыптастыру болса, енді осыны іске асыру тетігі 100 қадамның бастапқы 15 қадамында нақты көрініс тапқан. Оның ішінде жаңа заңнамаларды әзірлей отырып, жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту және оның жүйелі түрде алдын алуға ерекше мән берілген. Қымбатты телекөрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Аптайын алып жүздескенше аман сау болыңыздар.